Сәлем достар, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Барлығы жақсы ма? Маған көп қойылған сұрақтардың бірі осы уақытқа дейін бұл Tripwire деген қандай жалпы? Tripwire ретінде міндетті түрде ақылы болу керек па? Tripwire'дің себестоимости шықпай қалуы да мүмкін ғой. Тіпті Tripwire тегін қылып жасасақ та, ол Tripwire болып саналады ма? Міндетті түрде оны ақша алу керек па деген сияқты көп сұрақтар қойылған болатын. Енді осы видеода соны толығымен талқылап шығуға тырысамыз. Достар, Tripwire міндетті түрде ақшалы, яғни белгілі бір жерде ақша төленуі керек деген сөз емес. Tripwire'дің мақсаты ол сізді көзқарасыңызды, яғни сіздің ол клиентіңізбен, бизнеспен қарым-қатынасыңызды тек қана көрерменнен клиентке ауыстыру. Ол жерде міндетті түрде ақылы болу керек деген сөз емес. Бірақ та Tripwire'дің клиентке ауыстыру үшін ол клиентке бірнеше шарттар қоюыңызға болады. Мысал ретінде біз өзіміз бірнеше шарттарды қойғанбыз. Ол егер де Instagram'нан закрытый аккаунтқа ауыстырып жатырмыз да, өзіміздің аккаунттегі адамдарды, сол закрытый аккаунттарда жоғалтқымыз келеді адамдарды. Яғни клиенттерімізді закрытый аккаунтта сол жақта жұмыс жасағымыз келеді. Енді осы жерде закрытый аккаунтқа өту үшін міндетті түрде 3 адамға бөліс, немесе 3 адамға тіркел, 3 адамды астына белгілеп кет. Осыған дейінгі 10 постымызға лайк бас деген сияқты әртүрлі Инстаграмда шарттар қоюға болады. Сонымен қатар біз мессенджерлерде басқаша шарттар қойғанбыз. Бұл 5000 теңгелік купонды алу үшін 3 адаммен бөліс. Яғни сарафанды радионы біз қолданған болатынбыз бұл жерде. 5000 теңгелік купон қарап тұрсаңыздар, Tripwire ретінде, лид-магнит ретінде де қолдануға болады. Бірақ та осы жерде не істедік? Ол адамдар өздері өз қалауларымен, басқа достарымен бөлісіп отырды. Бөліскен кезде де тек бізге керекті сөзбен бөліскен кезде бот оларға автоматты түрде чекті жіберетін. Яғни міне сен бөліскенің үшін осы кодты алсаң болады деген сияқты. Осы 5000 теңгелік сертификат алсаң болады деп. Енді тағы да бір түрлері бұл келіп қатысу. Келіп қатысу деген не? Бұл жерде мотивациялық мастер-класстар, бұл жерде түсіндірілетін мастер-класстар, бұл жерде көбіне офлайн 2 күндік келіп қатысып көріңіз деген сияқты Tripwire'лерді қолдануға болады. Бөлісу батырмасы туралы айттым. Енді аккаунтке тіркелу айттым. Консультация. Консультация дегенімізде қалай? Консультацияның өзі бұл жерде жұмыс жасайды сіздің негізгі ұсынысыңызды, яғни өзіңіздің қызметіңізді сату үшін. Бұл консультация бұл жерде ақылы түрде де, тегін түрде де қолдана аласыздар. Ол консультация бастысы бұл көзқарасыңызды, адамдардың көзқарасын қарапайым көрерменнен, шынымен де жай білетін қызметті, осы қызмет жасайтын адамнан осы қызметті қолданып көрген, яғни консультациясын алған, білген, толығымен танысқан адамға айналдыруға жақсы көмектеседі. Вебинарға тіркелу. Вебинарға тіркелу бұл жерде ақылы да жасауға болады, тегін де жасауға болады. Бірақ та достар, ақылы жасасаңыздар, онда сіздердің вебинарға қатысатын адамдардың саны азаяды, алайда орын сапасы көбейеді. Неге? Себебі ақылы шынымен де кішкене болсын, $1 болсын, $100 болсын, $10 болсын төлеген адамдар, $100, $100 теңге болсын төлеген адамдар, онда сіздің шынымен де қызметіңізбен қатты қызыққан, және де өзіндік бір белгілі бір больдары, яғни керекті заттары, қажеттіліктері сізден таба алатынын түсінген адамдар қатысады. Және де осы жерде сіздің вебинарыңыздың конверсиясы әртүрлі болуы мүмкін. Достар, осы жерде ең соңғы айтатын жағдай, бұл жерде жақсы Tripwire бұл негізгі товардың өтілуіне қатты әсер етеді. Егер де Tripwire кейде мынандай да жағдайлар болып жатады. Өте көп ақпаратты Tripwire'ді дайындап, оны арзан бағада беріп қойып, алайда негізгі товарға келген кезде, негізгі товар мен Tripwire'дің бір-біріне разницасы болмайды, тек бағасы ғана әртүрлі болып қалатын кездер болады. Достар, ондай да қателіктер жасамауға тырысыңыздар. Сондықтан да негізгі товарды сату үшін Tripwire'ді жақсы жасаңыздар, алайда Tripwire мен негізгі товардың сапасы бірдей болып қалмауы керек. Осы сабақ толығымен түсінікті болды деген ойдамын. Сіздерге Tripwire'дің барлық түрлері түсінікті, және де оларды қолдана аласыздар деген үміттемін.